Биылғы 6 шілдеде Астана күнімен бірге экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне арналған жиындар өткізу жоспарда жоқ. Бұл туралы Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет комитетінің төрағасы Кәрібжанова хабарлады. Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы Қазақстан Республикасы заңының 3 бабына сәйкес 6 шілде Астана күні Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекесі болып табылады. Бұл ретте Мәдениет және спорт министрлігімен 5 шілдеде Астана күніне орай Нұр-Сұлтан қаласындағы Конгресс орталығының алаңы ашық аспан астында жас орындаушылардың қатысуымен концерттік бағдарламаны өткізу жоспарлануда. Заңның 5 бабына сәйкес Қазақстан Республикасындағы ұлттық және мемлекеттік мерекелер атап өтілетін күндер Қазақстан Республикасының еңбек заңдарына сәйкес мереке күндері деп танылады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы мереке күндері жұмыс істемейтін күндер болып саналады. Сонымен қатар Мәдениет және спорт министрлігі мен Назарбаевтың туған күніне арналған жиындар өткізу жоспарланып отырған жоқ, деді комитет төрағасы. Яғни биыл экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне қатысты ешқандай іс-шаралар өтпейді. Жылдағыдай қымбат сыйлықтар жолданбайды. Ат төбелінде ғана топқа арналған аста-төк дастархан жайылмайды. Ақын-жазушылар оған ода арнамайды. Сайт мәліметінше, биыл Нұрсұлтан Әбішұлы туған күнін не Дубайда, не Лондонда еш жақындарымен ғана өткізуі мүмкін.